Сәлем достар, сіздермен бірге Ақмарал. Мен сіздерге оңай әрі жұмсақ болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бірінші жылы суымыз бен жылы сүтімізді құйып алып, 2 ас қасық қантымызды қосамыз. Жарты чайный ложка тұзымызды қосып, жақсылап араластырып ерітіп аламыз да, жарты ас қасық дрожжымызды қосамыз. Ұнымызға жарты ас қасық қопсытқышымызды қосып, жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Достар, видеодағыдай холодильникте тұрған осындай сары майды бетіне жағып қамырды илейтін болсаңыздар, қамырларыңыз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Қамырымыздың бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей достар, қамырымызды ашып қалды. Мен бұл қамырдың жартысын ғана жасадым, жартысын холодильникке қойып қойдым. Екіге бөлінген қамырды осылай дөңгелетіп аламыз да, бетін жауып 10 минутқа демалдырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды қатты жұқа қылмай, қатты қалың қылмай жайып алатын боламыз. Мен стаканның көмегімен осылай кесіп алдым. Қызып тұрған майға бауырсақтарымызды екі жағынан қызартып қуырып алатын боламыз. Мінекей достар, бауырсақтарымыз да дайын. Өте жұмсақ, пышный болып шығады. Достар, сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шыққан. Және де менің каналыма тіркеліп алыңыздар, достар. Неше түрлі керемет және оңай болып жасалатын тағамдардың рецептімен бөлісіп отыратын боламын. Астарыңыз дәмді болсын, достар.